Сәлем достар, бүгін сіздермен бойды өстірудің 7 тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келісті келбет, әдемі мүсін, сұңғақ бой. Барлық адам өз бойынан сұлулық осы белгілерін іздейді. Келбетіне көңіл бөліп, құлпырып шыға келеді. Мінсіз мүсінге қол жеткізу үшін фитнеспен айналысады. Ал сұңғақ бой ше? Оның шешімін табуға келгенде көпшілігіміз тосылып қаламыз. Себебі адамның бойы тек 20 жасқа дейін ғана өседі деген заңдылық бар. Ең алғашқы кеңес – велосипед тебу. Велосипед тебу аяқты ұзартудың ең тиімді әдістерінің бірі. Велосипед айдау кезінде аяқ педальдарға жету үшін орындықты көтеру керек. Бірақ асыра сілтеп, шамадан тыс шұғылданбаңыз. Буындарыңызды зақымдап алуыңыз мүмкін. Мұндай жаттығу үшін қарапайым велосипедте жарай береді. Үшіншісі, турникке тартылу. Бұл өте оңай жаттығу. Сізге турникке тартылудың қажеті жоқ. Бар болғаны салбырап тұрсаңыз болғаны. Бірақ барынша ұзақ уақыт тұру қажет. Жаттығуды күнделікті қайталау арқылы уақытты ұзартыңыз. Шамаңыз келсе, екі аяқты тік күйінде алға көтеру, тізені бүгу сынды қимылдарды қосыңыз. Үшінші, иықпен тік тұру. Иықпен тік тұрып, аяқты барынша жоғары қарай итеріңіз. Бойды тіп-тік ұстауды естен шығармаңыз. Бұл қалыптан шығу үшін аяқты бірден төмен қарай түсірмей, жаймен бүйірге қарай аунаған жөн. Төртінші, кобра жаттығуы. Аталған жаттығудың омыртқа үшін пайдасы зор. Сонымен қатар, оны арқа бұлшық еттерін нығайту, пресс, бөксені әдемі ету үшін де орындауға болады. Бойдың өсуіне де айтарлықтай әсер етеді. Келесі, иілу. Иілген уақытта аяқтарыңызды түзу ұстауға тырысыңыз, ал саусақтарыңызды аяқтың ұшына дейін жеткізуіңіз керек. Бастапқы кезде бірнеше рет иілсеңіз жеткілікті. Кейін келе жаттығудың санын арттырыңыз. Алтыншысы, секіргішпен секіру. Секіргішпен секіргенде баскетбол ойнап жатқан сияқты қимылды қайталау керек. Бұл жаттығу уақыт өте келе сүйектерді бірнеше сантиметрге ұзартады екен. Ең соңғы тәсіліміз ол жүзу. Бойды өсіруге арналған ең жақсы жүзу түрі бұл брас әдісі бойынша жүзу. Яғни аяқ пен қолды судан сәл шығарып жүзу. Егер сіз сол стильмен жиі жүзетін болсаңыз, денеңіз тұрақты созылып тұрады. Ал 2 сантиметрге немесе одан да ұзын болу үшін кем дегенде аптасына 3 рет 1 сағаттан қарқынды түрде жаттығып тұру керек. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда талай сіздерге пайдалы видеоларды шығаратын боламыз.